Саламатсыздар, каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Параграф 2 судың да сұрауы бар. Бірінші, мәтінді оқып негізгі және қосымша детальді ақпаратты анықтаңдар. Су тіршілік нәрі. Су тіршілік нәрі. Халқымыз судың да сұрауы бар деп тегін айтпаса керек. Бүгінде әлем бойынша гигиеналық таза ауыз суға қол жеткізе алмай тұрғандардың саны 2 миллиардтан асып жығылады. Демек, осыншама адам әлі де жер, құдық пен ағынды өзеннің лас суын ішіп отыр деген сөз. Ғалымдардың айтуынша, болашақта су тапшылығы арта түспек. Тіпті халықаралық жанжалдар мен жер байлыққа емес, күнделікті тұрмыста қолданып отырған таза су үшін туындайтын түрі бар. Кей ғалымдардың тұжырымына сенсек, жұмырбасты пенде сусыз бар болғаны бір апта ғана өмір сүреді. Ал белгілі ғалым Кадашниковтың есебінше, адам 70 жасқа келгенше орта есеппен 75 тонна су ішеді екен. Талайдың қолы жетпеген таза суды ысырап етушілер азаймай отыр. Сондықтан бүгінде таза суды үнемдеу шаралары жүргізілуде. Суы тұщы өзендер мен көлдердің ластанбауын ұсынған ғалымдар су тапшылығы мәселесін шешуге талпынуда. Біздің елімізде де таза су тапшылығы мәселесі жоқ емес. Сол себепті ауыз су ақбұлақ бағдарламалары қабылданды. Енді сұрақтары: судың да сұрауы бар деген мәтел не себепті айтылған? Жер шарының 70%-ін су алып жатқанына қарамастан, неліктен 2 миллиард адам су тапшылығын көруде? Ауыз су ақбұлақ бағдарламасының мақсаты не деп ойлайсыңдар? Жауаптары: халқымыз судың да сұрауы бар деп бекер айтпаған. Су жер бетінде ең кең таралған зат. Біз күнделікті судың қадірін біле бермейміз. Сарқырап су ағып тұрған соң, бір тамшы суға зар болған жандарды түсіне бермейміз. Алайда күн санап ішуге жарамды ауыз суы азайып бара жатыр. Сондықтан қолымыздан келгенше суды үнемдеп, оның басты құндылық екенін естен шығармауымыз керек. Екінші, жер шарының 70%-ін су алып жатқанымен, оның адамдар ішуге пайдаланатын тұщы судың қоры 2%-ін ғана құрайды. Тұщы су қоры жылдан жылға азайып барады. Оған себеп әлем халқының өсуі, түрлі өндіріс зауыттардан шығатын қалдықтардың суды ластауы, жаһандық жылыну, жауын-шашынның азаюы, дұрыс пайдаланбауы. Үшінші, ауыз су ақбұлақ бағдарламаларының мақсаты халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету, суды дұрыс пайдалану және қорғау. Келесі, жіктеу есімдігі дегеніміз не? Белгілі бір жақ түрінде қолданылатын есімдіктің түрі. Олар мен, сен, сіз, ол, біз, сендер, сіздер, олар деген сөздер жіктеу есімдігі болып келеді. Мысалы, Ербол биыл мектепті бітірді. Ол институтқа түспек. Мен оған хат жазып тұрамын. Бұндағы ол, оған деген сөздер есімдік болады. Сілтеу есімдігі меңзеу, нұсқау, көрсету мағыналарын білдіретін есімдіктің түрі. Олар бұл, сол, ал, анау, аналар, мыналар деген сияқты. Мысалы, мен мына ауылдарға барып келемін, сен осы шаруаны тындыр. Бұндағы мына, осы деген сөздер сілтеу есімдігі болып келеді, яғни сілтеп көрсетіп тұр. Келесі, суды бекер сапырма, судың бетін түнде ашық қойма, түнде көлден су алма, суға дәрет сындырма, су ішсең құдық қазушыны ұмытпа. Яғни жіктеу және сілтеу есімдіктерін қолданып, жоғарыдағы тыйым сөздердің мағынасын түсіндіріңдер. Суды бекер сапырма, бұл тыйым сөз. Суды бекер ысырап қылма деген мағынаны білдіреді. Судың бетін түнде ашық қойма, бұл суға сайтан сарыды деп ұйғарылтады. Түнде судың бетін жындар ұйықтап жатады, оятса олар ренжиді, ал олар ашуланса сенің есің адасып кетеді дейді. Суға дәрет сындыруға болмайды, себебі ол киелі саналады. Оны тастауға және ластауға болмайды. Әр су ішкен кезде осы құдықты қазып, еңбектенген қазушыға рахмет айту керек деген мағынаны білдіреді. Келесі, үшінші тапсырма: берілген сөздердің баламасын тауып түсіндіріңдер. Тапшылық көру, ысырап ету, ысырапсыз жұмсау. Тапшылық көру бір нәрсенің жетіспеушілігі, ысырап ету мөлшерден тыс орынсыз жұмсау, ысырапсыз жұмсау, үнемдеп қажетінше жұмсау деген мағынаны білдіреді. Төртінші тапсырма: елбасы Назарбаевтың сөзін оқып, осы мәселе төңірегінде сұхбат құрыңдар. Есімдіктердің қызметін анықтаңдар. Әр мемлекеттің ең басты құндылығы оның халқы, сондықтан халық денсаулығы үнемі мемлекеттің қамқорлығында болуы тиіс. Дені сау ұлт қана ұлы істер мен лайықты әрекеттерге қабілетті. Біздің мемлекетіміздің стратегиялық міндеттерін шешуде тұрғындарды ауыз сумен сапалы қамтамасыз ету мәселесі ерекше орын алады. Себебі халық денсаулығы тұтынатын судың сапасына байланысты. Осы мәселені шешу барлығы үшін маңызды және алдыңғы қатарлы міндеттердің бірі болып қалуда. Сұхбат: сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесі қаншалықты маңызды? Адамның денсаулығы судың тазалығы, зиянсыздығы және оның санитарлық жағдайларды жақсартудағы рөлімен тікелей байланысты. Судың жетіспеушілігі және оның ластануы ауыз су сапасын нашарлатады, халық денсаулығына кері әсер етеді. Сондықтан біз тұрғындарды барынша сапалы
ауыз сумен қамтамасыз етуіміз керек. Ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында қандай бағдарламалар іске асырылып жатыр? Қазіргі таңда ақбұлақ және ауыз су бағдарламалары жүргізілуде. Осы бағдарламалар аясында сапалы ауыз су мәселесі шешіліп қана қоймай, суды үнемдеп өз орнымен қолдануға мүмкіндік аламыз. Бұндағы есімдіктер оның, біздің, осы. Бұл есімдіктер қызметі оның халқы баяндауыш, біздің анықтауыш, осы анықтауыш. Келесі 5-ші тапсырма: екі топқа бөлініп берілген пікірлерді дәлелдеңдер, шынайы өмірмен байланыстырыңдар. Біздің елімізде ауыз су тапшылығы бар, біздің елімізде ауыз су қоры жеткілікті. Бірінші, елімізде ауыз су тапшылығы бар, оған аумақтағы өндірістік өркендеуі мен таза суды тұтыну қарқынының өсуі, географиялық жағдай мен климаттың өзгеруі, көрші елдердің су саясаты мен тұрғындар санының жылдан жылға көбеюі сияқты жағдайлар әсер етуде. Екінші, еліміз су ресурстарына біршама бай деп айта аламыз. Өзендеріміз бен көлдерімізді айтпағанның өзінде елімізге жыл сайын түсетін қардың да жаңбырдың да мөлшері қалыпты. Тұщы, ішуге жарамды жерасты ауыз суының да басқа елдермен салыстырғанда қоры жеткілікті деуге болады. Келесі 6-шы тапсырма: баспасөзден, ғаламтор желісінен ауыз су, ақбұлақ бағдарламалары туралы мәліметтер тауып, өз есімдіктерді қатыстырып ресми стильде шағын баяндама жасаңдар. Үкімет соңғы жылдары халықтың әл-ауқатын, білім мен денсаулық жағдайын жақсартуға бағытталған бірқатар мақсатты бағдарламаларды қабылдап, жүзеге асырып келеді. Соның маңызды бір ауыз су мәселесі болып табылады. 2002 жылдары мен 2013 жылдары ауыз су бағдарламасы, ал одан кейін 2001 жылдан бастап ақбұлақ бағдарламасы сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы мен оған жөндеу жүргізу жұмыстары жанданып, бағдарлама ел игілігіне жұмыс істей бастады. Осы бағдарламаларды жүзеге асыру барысында ауылды жердегі халықтың орталықтандырылған сумен қамту жүйелеріне қолжетімділігі 41%-ға, ал қалалық жерде 72%-ға дейін артып, суды тасып ішетін адамдардың саны 4 есеге дейін төмендеген. Балалар, менің сабағым сіздерге ұнады деп ойлаймын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.